Kешкі салқында осындай кереметтерде кешкі ас ішеміз бұйыртса. Рәбюштен. Рәбюшқа келді. Орынды. Ортаңдан. Кедімді кетеді. Деген әдемдік. Рәбюш тамақ жеді жүрін. Ай болып. Ай болып. Өзі седі өзі. Екеуі бір-біріне қарап отырма, түсінбей. Екеуі бір-біріне түсінбей қарап отырма. Рәбюш. Мен баламның алды ашылып қалды ғой, әпсесіне. Әпсесіне. Алдындағы коробкасы тастан бердіңдер ма? Өзімізше сырттан тамақ ішпесек сөйтсек. Айдай осылай керемет етіп түсіріледі. Ет асып қойыпты, түрлі-түрлі салаттар істеп қойыпты. Айдай рахмет, жаным. Сен болмасаң не істерек болып тұр ғой. Бұл менің Гагарина көшем. Білесіздер, мен Гагарин ұшқан күні болғам. Сол себепті мына екі сұлуда Гагариннің қасына кеп отырғызып қойдым. Бұл Юрий Гагарин. Көрдіңдер ма мен Гагаринді? Мен айтқанда бұларға, мені бір жігіт күтіп отырады деймді. Осы Гагарин көшесінде деймді. Осыған күнде таңертең жүрген кезде қасына келіп отырып кетемін ғой. Күтіп отырады ғой мені. Күшті болып тұр. Тамақтан кейін, кешкі астан кейін прогулкаға шықтық. Күшті, өкімет. Кешкі түн шай деймін ғой, енді кеш шай емес, Ал, еттен кейін енді еттен кейін қарбыз, қауын. Индираның шайын ішеміз. Біреу айтады ғой, пәленшенің етін жейміз дейді ғой. Мен айтамын да, өйтіп айтуға болмайды деймін да, пәленшенің етін жемейсің ғой, бешбұлағын жейсің деп айтамын да. Біз бірақ бұл Индираның шайын ішіне тұрмыз, шақшады емес. Тамкия. Приветики. Ойбай, не намазды? Әкең құсап, Ауырып жатырмын. Ойбай жаным. Ақылыңнан айналдым сенің ауырып жатырмын деп, бізге жұқтамасын деп мастап кетті. Грипп па не? Привет. Арбуз жеймін деп кетті қызым. Бешбармақ жеймін. Бешбармақ өлі алып кеткенді қайтып әкелдің ба? Сап беріп жүрсің саған? Жаным. Күшті қаздармен сап қойған. Қара машинама рахмет. Енді мінекей ақ машинам келді. Бұйыртса. Қайсы әдемі? Қайсы машинам әдемі? Міне, Рәбюш әйеға келді. Гүлденген әлем, бізден сәлем. Рәбюші? Не деген аяғым бар? Не деген аяй? Biz ketdik, ketsa.
Ассалға қаларамыз енді. Отырдылар емеш? Қайда? Қызы? А? Қақ кет қол құлай ау? Қалай мына жер? Бізде қазір ремонт. Осындай танхаус. Бұл біздің кришамыз. Ремонт болып жатыр. Байқасаңыздар, мына жақтың барлығы ескек бір осындай бау. Бір жағымыз. Менің өзім арманым осылай болған. Ал енді мына жағымыз қараңыздаршы. Мына жағымыз тау ғой. Мына жерде тағы бір жоғарыда спальнямыз ғой. Мына жақта тау дегенді айта алмаймын ғой. Осылай таңертең тұрып қараған кезде осындай тау. Күшті ма? Бір жағым тау болсын, бір жағым бау болсын деп едім. Осылай армандар орындалып жатыр. Сіздің де армандарыңыз орындалсын. Бұйыртса, бір-екі айда ремонт. Құттықтап қойсаңыздар болады. Мен өзіме қатты ұнайтын Lexus көлігімді ал. Және де мына КН детелентте келіп, бронированный стеклоға жабыстыратынның барлығын жабыстырып, пленкаларды сонымен мәз болып тұрмын, өйткені маған қатты ұнады жұмыстары. Сіздерге де жұғысты болсын. Ал енді барлық жаңа қалай жұмыс жасағандарыңыздың барысын сіз айтып өтсеңіз, е? Гүлзира ханым, сізге үлкен рахмет біздің детейлік таңдаған үшін. Біз сіздің көлігіңізге данный моментте глянцевый покрытие полный қаптап шықтық. Және де сыйлығымызға лобовое стекло мен салонды жасадық. Салонға аяқ тимес үшін, іші сырылмас үшін. Я көбіне мына жерге аяқ көп деді ғой. Машина ашқан кезде де, жаңа тоқтаған кезде соған ыңғайды етіп, мына жердің барлығына жабыстырып берді. Және мына жердің барлығына, экранның барлығына осы жаңа пленканы жабыстырды, бронированный. Енді біз өзіміздің туған жеріміз Түркістанға көп барамыз, жолға көп шығамыз. Сол кезде тастар ұшады. Жолдасыма дейді ғой, енді алыс жолға шыққанда жолдасыма дейді. Сол кезде мен артында отырам, маған өте ыңғайлы, көрінбеймін, қап-қара әдем болды. Өзіме қатты ұнайды. Ал заңғар мен индирканы осындай жерге шайға келдім деп отырсың ғой. Рахмет, мама. Заңғар тамақтандырып алайын деп алып келдім деп отырсың ғой. Жоқ, біз алып келдік. Біз алып келдік. Мен тамағым әлі келмеді. Мен ксемға. Біреу палау, біреуі лағман. Маған лағман да жеген ғой.